Құрма бұл дәрумендерге бай қасиетті жеміс түрі. Бұл негізінен табиғатсыздық араб мемлекеттерінде өсіріледі. Ғажайып жемістің Шымкентте өсірілуі бұл сирек кездесетін жағдай. Шымкенттік Гулистан Умарова құрма көшеттерін осыдан 5 жыл бұрын Ташкенттен алып келген. Тәжірибе ретінде алдымен 2 түбін отырғызады. Тропикалық аймақта ғана өсетін жеміс ерекше күтімнің арқасында бүршік жарып гүлдей бастайды. Нәтижесінде бағбан биыл мол өнім алады. Еңбегінің жемісін көрген зейнеткер құрма ағашын баптаудың құпияларымен бөлісті. Сол 3 жыл подряд біз материалны орадық та, суық тимесін деп. Күзде мана күз болғанда орап қоямыз да, ол онда кішкентейді ғой, мына сияқты кішкентейді ол. Сол орап қоямыз, көктем келгенде ашамыз да. Соны 3 жыл қарадық. 4-ші жыл Құда қаласа мана урожай берді. Құда қаласа балдар жеп жатыр, шықып жақсы. Ол құрма очень полезный дейді, ана йод полезный дейді, зопқа полезный дейді. Соған соны ектік. Құрма дәрумендерге бай жемістің ерекше түрі, көптеген дерттің таптырмас шипасы. Ол қан қысымын реттеп, асқазан жұмысын жақсартуға пайдалы. Ғажайып жемістің өскеніне әсіресе зейнеткердің немерелері айрықша қуануда. Біздің үйде құрма өседі, ол жақсы. Таға әжемі, мен әр күні оны жеймін, әжемге көмектесем алуға. Қазір мен әжемге көмектесіп жатырмын. Мен әр күні достарымға мектепке алып барамын. Если қонақ келсе, тогда біз оларға береміз, столға қоямыз. Өзімізде жейміз жақсы екен. Бәрі достарымыз мақтайды сол құрманы. Бүгінде зейнеткер қаланың сыртынан жер алған, келешекте сонда тропикалық жемістердің өзге де түрлерін өсірмек. Ол жер алған сол жерге мен енді мына малина ексем дейм, хурма ексем дейм, анар, еще әнжір. Ол біз Өзбекстанда келген, бізде ол қиын өсуі да, соған қарасаң болады. Қарасаң любой нәрсе болады. Бірақ қарау керек та, жүрек білен ықылас қылып қарау керек та, оған мехір беріш керек та. Зейнетінің бейнетін көріп жүрген әжей Шымкентте кез келген жемісті өсіруге болатындығын алға тартады. Тек әрбір көшетке өз балаңдай күтім жасау қажет дейді ол. Жанболат Мейсұлы, Талғат Қырғызалиев, ТВК телеарнасы.